Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, міне біздің елде, мысалы Түркияда қарапайым халық осындай бір қайықты, енді білмеймін, бір $500 алып, осылай мемлекет осындай жағдай жасағанда, сіз қайықты алып қоятын жер бар, сол жерге арендаға төлейсіз. Бізде мысалы Ақтауда ондай жоқ. Мысалы кеме, бір катер тек қана байлар, Қапшағайға барсаң тек қана орыстарда. Қарапайым бізде Қазақстанда бүкілі халыққа қарсы жандар. Түкірсен штраф, боқтасан штраф, тағы не істесен штраф. Енді мен байқағаным, Түркия мемлекетінде ешқандай сергек камералар жоқ. Мынау бір жерге түкіргенге штраф, боқтағанға, дұрыс қарамағанға штраф, ондай шектеулер жоқ. Мен бірде-бір ГАИ қызметкерлерін Түркияда кездеспедім. Ешкім менен келіп құжат сұрамайды. Құжатымды көрсет, пропискам бар ма деп. Неге Қазақстанда бәрі шектеулі? Бізді бір түрмеде, бір халықты құл ретінде ұстайды. Міне, дұрыс қарамадың ба? Штраф. Түкірдің ба? Штраф. Жаман сөз айттың ба? Айыппұл. Мен түсінем, орыстар құл болған. Крепостной болған. Біз қазақтар құл болған жоқпыз ғой. Бізге не болды? Мен соған таң қаламда. Біз құл болған жоқпыз ғой. Не масқара мынау? Өкінішке орай қазіргі сайлау келе жатыр. Бұл сайлауда да мынау қазір халықты, ұлтшылдарды алдау үшін парламентке Ринат Зайытов, Арман Шораев, Мұхтар Тайжан, Абзал Құспандарды кіргізетті. Өтірік, қазақ тілі, жер, анау-мынау. Өкінішке орай қазақ елін тағы 30 жыл бізді алдайды. Сондықтан өзіміз бас қосып бір ұлтшылдар саяси партиясын ашпасақ болмайды.